Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін әсем екеуміз эфирдамыз. Евразия арнасы қосылу болсын, қосылайық бағдарламасы қонақтамыз. Бәрін как положено қалай болғанын айтып береміз, өзіміз жаңалықпен бөлісеміз, бұрынғы достарымызды көреміз дегендей. Сол әдемі барып, әдемі қайтуды Құдай нәсіп етсін. Ешкіммен жанжалдаспай, ұрсыспай. Өйткені біз ерлі зайыптылармыз қазір. Заңды түрде ойнамаңдар, атак. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсыздар ма? Эфирға біз мақта тамадалар қауымы айналайын. Түсінде алған маған да бара сөйтті ол. Екеуін кірсем кірмеш деймі? Қалай ойлайсыздар? Үшеуіңіз ішінде қайсысы мықты деп ойлайсыз? Тамадан алайын, айтыңыздаршы кәр. Екі кісі ғой, біз майда шүйдеміз ғой. Үндемейді, значит. Мен айтсын деп тұр ғой. Әркім өзінің деңгейіне мақта негізі, әркім өзінің нелері бөлек қой. Сен мықты, мен мықты деген әңгіме жоқ. Бүкіл асаба мықты. Сабыржан сөз айтып. Бірақ сіз мықтысыз ау, сіз жарып жатсыз соңғы кездері. Бекзат Шораев жарып жатыр. Айтпай жатыр деп едім деп ше. Рас. Көріп жүрмін ғой негізі. Жарып өзіміз күшті білміз. Не істеп жатыр? Бұл музыкант бар, ойбой. Артынан сөз жоқ ше там. Соны айтамын. Жоқ нәрсе. Сол күшті болып өзіміз жандарым. Тойларыңыз болса хабарласыңыз мына жерде. Если что, квартет болып басқара береміз. Тек пол берсеңіздер. Төртеуміз бірге барамыз. Төрт музыкантпен. Бірінші шығатын өзім. Әдемілеп бастады. Короче, өзімнің өмірімнен соңғы жаңалықтарды айтайын. В общем, сүтім тартылмай жатыр. Не екен білмеймін, сүтім қайта-қайта келе береді. Кеудем таңып байлап тастадым. Ана Дастинексті 2 таблеткасын іштім. Одан кішкене ауырдым, бірақ сүтім кетер емес әлі. Әлі кеп жатыр. В общем, бітпейді. Одан былай кеше кірпікке барғам ғой. Кеше настроением болмай, короче, сторисқа шықпай қалдым ғой. Кеше кірпікке барам. И сөйтіп жолда, короче, қатты пробка болады да. И сол жерде машинамның несін, зеркаласын сырып кеткен ғой бір әйел. Қасынан өтіп барады, тақ еткізіп мені ұрып, еще даже кешір деп айтпай кетіп баратыр ғой. Вообще адамдарды айтамын да, хотя даже мен менттар шақырсам болады еді сол кезде ше, полиция қызметкерлерін. Сол бірақ мен шақырған жоқпын. Ладно деп қоя берші дедім, короче. Ну бірақ даже қасынан өтіп барады, кешір деп айтпағанда таңғалдым ғой, өзі виноват болып тұрып. Сондай. Кеше алдың күндері тойда жүрсем, бәрі үйді сұрап жатыр, жақын үйді не қылдың деп. Үй енді біраз жеріне кеп қалды. Енді уже андай қылып түсіріп салу керек ше, уже результат қылып. Сол себепті ғой, сәл бірақ енді жай жұмыс істеп жатыр. Адам айтқан болмайды, Аллахтың